Баршаңызға сәлем қыздар, сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода лағман қамырының қалай дұрыс созу керек екен және де бір жасағанда идеальный болып шығатын құпиясын бөлісемін, және де кәдімгі үй жағдайында жасалатын падлифті да жасап көрсететін боламын. Видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Енді дәмі күшті болып шығады қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды саламыз, оның үстінен тұзымызды салып, жақсылап қолымызбен араластырамыз. Және де бір дана жұмыртқамызды салып, үстінен суды аз-аздан құйып отырып, видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды жақсылап илейтін боламыз. Бұл қамырға керекті заттарды құрамын астындағы описание бөліміне жазып қалдырдым. Сол жаққа кіріп қараңыздар. Міне қыздар, біздің қамырымыз осындай болып шығады. Енді ыдыстан бөліп алып, видеода көріп тұрғандарыңыздай бөлек осындай бөлшектерге бөліп аламыз, және де әбден суын шығарып осылайынан илейміз. Енді сіздерде қатты ыңғайсыз болып жатса, шамалы су құйыңыздар, бірақ енді жұмсақ болып кетпеу керек. Лағманның қамыры осындай қатты болып шықса, лағманның қамыры да енді күшті болып шығады. Мінеке жақсылап біз барлығын илеп алдық. Енді салафанға салып июын қандырып қоямыз. Ол уақытта біз падлиф дайындайтын боламыз. Ең алдымен сиыр еті және де картоп, сәбіз және де редька қажет болады. Ең алдымен етімізді видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай майдалап кубиктап тураймыз. Келесі бір дана пиязымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай, бұны да дәл солай майдалап тураймыз. Лағманның құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырдым. Сол жаққа кіріп қарасаңыздар болады. Келесі редьканы да дәл солай кубиктап тураймыз. Бұл падлифтің жасалу жолы өте оңай, қарапайым, ешқандай да қиындығы жоқ. Ең бастысы сіздер лағманның қамырын дұрыс созсаңыздар болды. Келесі сәбізімізді де майдалап тураймыз. Енді картопты қатты майдаламай орташа етіп тураймыз. Себебі картоп бізде езіліп кетуі мүмкін. Сол себептен орташа етіп турап аламыз. Мінекей қыздар, барлығын турап дайындап алдық. Енді қамырымызды алып бір қайырамыз. Міне қыздар, қамырымызды 2-3 мәрте жақсылап қайырып, салафанға 5 минутқа демалдырып қоямыз. Одан кейін орташа етіп жайып, пышақпен кесіп аламыз. Міне осылайынан видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын кесеміз. Енді бетін салафанмен жауып қоямыз. Кеуіп кетпеу керек. Ол уақытта біз падлифімізді жасаймыз. Қазанға майымызды құйып қыздырып алып, ең алдымен етімізді жақсылап қуырып аламыз. Келесі бір дана пиязымызды салып, оның үстінен бір шай қасық тұзымызды сеуіп, жақсылап қуырамыз. 1-2 минут қуырсаңыздар жеткілікті. Одан кейін редьканы және де сәбізді салып, жақсылап 5 минуттай қуырамыз. Бізде сәбіз бен редька қатты болғандықтан, кішкене 5 минуттай қуырғандарыңыз дұрыс болады. Келесі бір дана чеснок және де осындай қызыл болгар бұрышын майдалап тураймыз. Кәдімгі базарда тұздалған түрі сатылады. Мен бұларды жазда қатырып қойған болатынмын. Енді 2 қасықтай томат пастасын қосып жақсылап араластырамыз. Және де оның үстінен картопымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз.
Картопты жақсылап қуырғаннан кейін дәміне қарай тұзымызды себеміз және де чеснок, қызыл болгар бұрышын қосып жақсылап араластырамыз. Енді қазанға суымызды құйып, қайнағанша бетін жауып қоямыз. Қайнағаннан кейін жай отқа қойып, 15-20 минуттай картоптары піскенше қайнатамыз. Келесі қамырымызды созатын боламыз. Міне бізде қамырларымыздың июі қанып өте әдемі болып тұр. Енді бірінші қамырдан бастап көрсетемін. Осылайынан қолымызбен алақанымызбен жаямыз, саусақтарыңызбен емес. Міне видеода көріп тұрсаңыздар, мен алақаныммен жайдым, сол кезде бір келкі болып шығады. Енді осындай үлкендеу тарелканың астын бірінші майлап аламыз, одан кейін қамырды майлап, одан кейін осылайынан жинақтаймыз. Егер де сіздер астын майламай бірден қойсаңыздар, астына жабысып қалуы мүмкін қамырларыңыз. Енді келесісінде дәл солайынан жаямыз. Міне қыздар, дәл осылайынан алақанымызбен жайып майлап аламыз және де бетін салафанмен жабамыз. Бұдан да жіңішке етіп жайсаңыздар, өздеріңізге созғанға ыңғайлы болып келеді. Менде осындай 2 тарелкаға шықты. Бұл ингредиенттер бізде 8 адамға жеткілікті болады. Бетін салафанмен жауып қойып қоямыз. Беті ашық қалмау керек, себебі қамырымыз кеуіп жайған кезде, созған кезде ыңғайсыз болады. Менде енді бірінші тарелкадағы қамырды алып, осылайынан қолымызбен, саусақтарымызбен айналдыра отырып созамыз. Бұл бізде екінші этап болып табылады. Міне қарасаңыздар, осылайынан 2 саусағымызбен ораймыз, қалған 3 саусағымызбен қамырымызды қысып аламыз. Ешқандай да қорықпай, кәдімгі резинканы созған секілді осылайынан соза бересіздер. Жылдам созсаңыздар, өздеріңізге үйренгенге ыңғайлы және де қолдарыңыз талып кетпейді. Жай созып отырсаңыздар, ыңғайсыз болады. Қатты соза беріңіздер, себебі біздің қамырымыз өте жақсы иленген. Міне екінші этап бізде осылайынан саусағымызбен созып алдық. Бұл бізде үшінші этап болып табылады. Міне видеода көріп тұрсаңыздар, алақанымыздың сыртына қарай ораймыз. Саусақтардың арасына кіргізбейсіздер қамырды. Осылайынан алақанымыздың сыртынан орап, видеода көріп тұрғандарыңыздай 5-6 мәрте осылайынан созып, столдың үстіне ұрғылаймыз. Сол кезде біздің қамырымыз өзінен өзі әдемі болып созылып шығады. Қыздар, мен лағманның қамырын 2-ші мәрте жасап тұрмын. Соның өзінде қарасаңыздар идеальный болып шығып жатыр. Ешқандай да қорықпай, дәл осы мен көрсеткен рецепт бойынша видеодағыдай жасасаңыздар, бәрі енді әдемі болып шығады деп ойлаймын. Басында енді кішкене қолдарыңыз үйренгенше 1-2 басқаша болып шығады. Одан кейін өздеріңіз жасай келе үйренесіздер. Алдын ала су қайнатып қоямыз, ішіне міндетті түрде тұз саламыз және де жаңағы созған қамырды қойып қоймайсыздар. Сразу осы суға салып қайнатамыз. Уақытқа қарап тұрасыздар, 5 минут уақыт қайнатамыз. 5 минуттың ішінде біз келесі қамырларымызды осылайынан қолымызбен, бірінші саусақпен созамыз, одан кейін алақанымызбен созамыз. Жаңа көрсеткенімдей, дәл солайынан келесі қамырымыз қайнағанша біз алдыңғы қамырларымызды созып дайындап тұрамыз. 2 немесе 3-еуін созып дайындасаңыздар, өздеріңізге уақыттарыңызды да үнемдейсіздер. Мінекей менің қамырым 5 минуттай қайнады. Енді жақсылап сүзіп аламын. Міне алдында көргендеріңіздей саусақпен созып дайындап алдық. Одан кейін алақанымыздың сыртымен столға ұрғылап созамыз. Одан кейін барып бір дегеннен суға салып қайнатамыз. Сол кезде біздің қамырларымыз әдемі болып шығады. Мінекей қарасаңыздар, енді күшті болып шығып жатыр. Келесі қамырымызды да дәл солайынан қайнатып аламыз.
андай барлығын созып күтіп отырмайсыздар, жасағандарыңызды сразу осылайынан қайнатып отырасыздар. Енді піскен қамырларымыздың үстіне кәдімгі сұйық майды жағамыз, сол кезде жабысып қалмайды. Міне қараңыздар қыздар, менің лапшаларым өте керемет болып шықты. Қалған қамырларымызды да дәл солайынан пісіріп аламыз. Міне қыздар, қамырымыз толықтай дайын болды. Салафанға жартысын бөліп салып, холодильникке 3-4 күнге сақтасаңыздар болады. Морозильникке салуға болмайды, қамырымыз іріп кетеді. Енді подливымызды үстінен құйып, укроппен әсемдеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Дәмі енді күшті болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрметті қыз-келіншектер, астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі видеоларда кездескенше.